Қазіргі уақытта бүкіл мектеп бітіруші түлектер үшін маңызды сәт басталуда. Нақтырақ айтсақ, ұбт аяқталып, жоғары білім алатын оқу орнын таңдайтын кез келді. Осы орайда Алматы энергетика және байланыс университеті өз қабырғасында болашақ мамандарды қабылдауда. Біздің университет осы секілді мамандықтарды үйрететін өзге жоғарғы оқу орындарынан көп нәрсемен ерекшеленеді. Біз техникалық жағынан аталмыш мамандықтардың қыр-сырын көрсететін мықты білім ордасымыз. Тәжірибелі мамандарымыз және өте білімді профессорларымыз бар. Олардың әрқайсысы білікті әрі оқытып жатқан сабақтарын жетік меңгерген. Тек қана Алматы энергетика және байланыс университетінде ғана біздің жетекші IT және энергия компаниялармен келісім шарттары бар. Ал бұл осы оқу орнында оқып жатқан студенттердің жоғарғы технологиялық жабдықтарды игеріп, білім алуға мүмкіндігі бар деген сөз. Әрине, аталмыш сабақтардан кейін жастар диплом алмай жатып, үйреніп жатқан мамандығы бойынша жұмыс жасай алады. Оған екі фактор көмектеседі. Біріншісі, біз жиі іс-тәжірибе өткізіп тұрамыз. Екінші сәт, ол үйреніп жүріп ақ мамандықты игеріп алуға болады. Яғни студенттеріміз тәжірибе өтіп жүріп жұмыс жасай алады. Алайда Алматы энергетика және байланыс университеті студенттерді тек аталмыш мамандықта білім алу мүмкіндігімен ғана қуантып қоймайды. Өйткені осы жылы бізге өте көп грант берілді. Техникалық мамандықтарға 2 есе грант бөлінді. Яғни балалардың тегін оқуға мүмкіндігі мол. Тек техникалық мамандық бойынша. Өйткені гранттар мысалы экономикалық бөлімге берілмеген. Оның үстіне осы жылы грантқа аз балмен де түсуге мүмкіндіктеріңіз мол. Өйткені дәл қазір өткен жылға қарағанда балдың көрсеткіші төмендеген. Сондай-ақ, егер сіздерді жатын орын мазаласа, аса уайымдамаңыздар. Өйткені Алматы энергетика және байланыс университеті бұл жағында шешіп қойған. Айта кетейік, біздің жатақханаларымыз әлі тола қоймады, сондықтан тұратын орындарыңыз бар. Егер сіздер өзге қаладан я болмаса аймақтан келсеңіздер, біздің жатақханамызда тұрасыздар. Олар өте ыңғайлы, онда керек заттың бәрі бар. Біз ылғи жөндеу жұмыстарын жүргізіп тұрамыз. Бүгінде Алматы энергетика және байланыс университетінің қабылдау комиссиясы өз жұмысын бастап кетті. Ал келіп жатқан студенттердің саны қуантады. Біріншіден, менің факультетім осы энергетика факультеті. Көптеген туыстарым осында түсуімді қалады, өйткені барлық ағаларым осы жерде. Енді барлығы емес, көбісі осында оқыған. Ал қазір жоғары лауазымда жұмыс жасайды. Ал ең бастысы, біздің университетте студентке деген сыйластық мәдениеті бар. Мысалы, біздің жоғары оқу орнында басты адам ол студент. Сондықтан да жақсы әрі жоғары білім алғыңыз келсе, Алматы энергетика және байланыс университеті сізді қабылдауға дайын.